Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сэндвич брауни жасаймыз. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен кремін жасап аламыз. Ол үшін сливкиді қаттырақ ысытып аламыз. Тек қайнатпаймыз. Ыстық сливкиді шоколадтың бетіне құйып, араластырып, бетін жауып, бір күнге тоңазытқышқа қойып қоямыз. Әрі қарай құрғақ құрамды бөліктерді қосып араластырамыз. Ең төменгі отта шоколад пен сары майды қосып араластырып, шоколадты ерітеміз. Міндетті түрде астық қалың табаны пайдаланыңыз, себебі шоколад күйіп кетуі мүмкін. Жұмыртқа мен қантты осылай әппақ болғанша миксерлейміз. Әрі қарай шоколад пен ұнды қосып, жақсылап араластырамыз. Мен үлкендеу етіп жасадым, 6 дана шықты, сіздер кішілеу етіп жасасаңыздар да болады. Пісірген кезде міндетті түрде пешіңіздің қуаттылығын ескеріп, градусы мен пісу уақытын өзгертіңіз. Бұл печеньеларды осы күйінде жесеңіз де болады. Менде крем артылып қалды, сіздерге тура мөлшермен описанияға жазып кеттім. Шетіне шығармай, ортасына ғана крем жағып, үстіне печеньемізді қойып, бетіне шоколад жағып, жемістер мен миндальный слайсы қойып, сәндеп шығамыз. Сэндвичтеріміз де дайын болды. Рецепт ұнаған болса, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және каналыма тіркеліңіздер. Келесі рецептте кездескенше.